Қайырлы кеш баршаңызға, сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бізде алғашқы сабағымыз, кіріспе сабағы, ипотека эксперті сабағына барлығыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Барлығыңызға осы 1,5 ай сіздермен тесно өткізген уақытымыз өте пайдалы болатыны сенімдімін. Білім алып, маған сеніп келгендеріңіз үшін рахмет. Барлығымызға қайырлы білім болсын. Сіздерге де қайырлы, маған да қайырлы болсын. Бүгінгі алғашқы сабағымызда мен ауыр сабақтар туралы пока айтпайын. Давайте сіздермен танысайық. Кім қай қаладан, қандай қызметтер жасайды, алдағы уақытта қалай бір-бірімізге көмектесе аламыз. Одан кейін мен сіздерге біздің сабақтар қалай өтеді, структурасы қалай, мен неше күн сіздерге сабақ өткіземін, қай темаларды қозғаймын, қаншама үй тапсырмалар беріліп отырады, сол бойынша ақпарат беріп өтейін. Ары қарай сабақтың соңында сіздер мен бізде лотерея бар, өйткені менде обещанный бонусым бар сіздерге. Именно осы потоктағы курс студенттеріне арналған бізде арнайы бонусымыз, біз айттық, бір экспертті тегін оқытамыз дедік. Сол экспертті төленген сумасын толығымен 100% қайтарып береміз. Ол счастливчик өздеріңіздің орталарыңызда біреуі. И желательно, что видеоға связьға шықсаңыздар өте тамаша болады сол уақытта. Және де міндетті түрде Дубайға саяхат ойнататын боламыз. Бұл менің осы 8-ші лек қатысушыларымның арасында. Барлығыңызды көргеніме қуаныштымын. Кім жаңадан қосылған, вообще мені енді ғана танып жатқандар бар ма? Эксперт ретінде немесе парақшам ретінде сізге недавно ғана подписалась дегендер бар ма? Жазып өтіңіздерші. Или, может быть, мені бұрыннан танитын, мен бұрыннан наблюдаю, 3 жыл болды, 1 жыл болды, там, 5 ай болды десеңіздер, жазып өтіңіздер. Кім жаңадан қосылып жатыр парақшаға, кім бұрыннан бірге. Мен арда өзімнің таныс адамдарды көріп отырмын, и сіздерге сенімдеріңізге Жалдам танимыз. қуанып отырмын. Жақында сіздің инстаграмыңызға қосылдық. Жақында таныстым. Өте Бір қуаныштымын. ай, 3 апта болып қалған шығар. Қай жақтан боласыз, Миуа ханым? Мен Алматы облысы, станция Қазбекбек деген жерден боламын. Кім болып жұмыс жасайсыз? Негізі жалпы мамандығым бухучет и аудит болған. Қазір ол салада жұмыс істеп жүрген жоқпын. Балабақшада жұмыс істеймін. Хорошо, жарайды. Қазіргі таңда сіз жұмыс жасап жүрсіз бе? Иә, жұмыс жасап жүрмін. Хорошо, сенің. Отпускадамын. Тамаша. Өзімді бірінші таныстырып өтейін, сіздерге. Есімім Жұмашева Маржан Қанатқызы, жасым 38-де, 4 баланың анасымын. Менде 4 балам бар. Өте қуаныштымын. 87 жылғымын. Менде туған буквально бірер күннен кейін болады, біраз күннен кейін, енді туған. Мен сентябрьде болады, 7-сі. Қуаныштымын. Өзім Семей өңірінің тумасымын, Алакөл ауданының келінімін. Бұған дейін жолдасым әскери қызметкер болғандықтан, жолдасым 20 жыл әскери қызметте, мен өзім 15 жыл бухгалтерия саласында қызмет атқарған адамын. Негізгі мамандығым, ең бірінші мамандығым вышмат, математика пәнінің мұғалімімін. Екінші мамандығым бухучет. Бірнеше организацияларда, госслужбаларда главный бухгалтер қызметінде атқардым. Алматы қаласындағы международный образовательный корпорация, Казгасакау дейді, білесеңіздер. Одан кейін жолдасыма жаңағы әскери адам болғандықтан біршама өңірлерде көшіп қонып жүрдік. Енді әскерилерді білетін шығарсыздар деп ойлаймын. И в основном барлық жерде районный жаңағы район госорганизацияларда жүрдім. Соңғы жұмыс жасаған жерім Алматы облыстық ветеринария басқармасының қаржы экономика бөлімінің басшысы, главный бухгалтер. Официально 2023 жылдың 22 апрелінен бастап жұмыста емеспін. Негізінде бұл салаға 2022 жылдың ноябрь айында келдім. Декретте отырған кезде, айтады ғой, декрет біздің потенциалымызды ашады деген сияқты. Негізінде декретте демалыста отырған кезде осы онлайн саланы байқап көрмеске деп ойладым да. Онлайн саланы бастадым, курс оқып, сөйтіп, бірақ та менің өзімнің бухгалтериялық образование болғаннан кейін, бухгалтер болғаннан кейін, бұл маған өте тез, оңай түрде болды. Бірақ та бұл саланы тек қана бухгалтерлер ғана жұмыс жасау деген қателік. Сол себепті мен бухгалтер емеспін, істей аламын ба деген ойыңыз болса, ол ойдан арылыңыз. Кез келген адам бұл саланы жұмыс жасай алады. Просто бұл жерде түсіндіргім келгені, мен өзім бухгалтерияда болғаннан кейін, бұл сала маған өте өзіме жақын сала болды. 2023 жылдан бастап официально фриланстамын. Бұған дейін консалтингі орталығым болды. Талдықорған қаласында офисім, бірнеше көмекшілерім. Жаңағы ведениеда бухгалтерияға алып, солардың ТО-лардың, ИП-ларын бухгалтериясын жүргізетінмін.
2024 жылдың июнь айынан бастап официально Алматы қаласына көшіп келдік. Алматы қаласына көшіп келгеніме тек қана 1 жыл болды. 1 жыл жатпай тұрмай осы ипотека саласында жұмыс жасап жатырмын. Вообще ипотека саласына өзім қалай келдім? Негізінде военнослужащийдің жолдасы болғандықтан енді екеуміз де жұмыс жасаймыз, но военнослужащийдің жолдасы болған соң сен үнемі көшіп қонып жан жақта жүресіңдер, иә? Военнослужащий мені жақсы түсінеді деп ойлаймын. Сөйтіп жүріп квартирадан квартираға жүрдік, но ол кезде жаңағыдей ипотекаға үй алуға болады деген возможностьті қарастырмағанбыз. Өйткені бізде мынандай қалыптаспағанда, қазір мен ипотекаға үй алсам квартирныйым тоқтап қалады деген түсінік. Содан кейін сондай моменттерден кейін барып осы үй алуға мүмкін екен ғой деген көзім жетті. Ең алғашқы үйімді жаңағы мамамның атынан алғанбыз, потом енемнің атынан алғанбыз, потом барып өзім көп балалы ана ретінде алдық. Одан кейін пошло-поехало жала бердік. Вообще сіздерге ескерткім келеді, сабақ барысында сіздер өте жақсы соны түсінесіздер. Кез келген адам үй алуға мүмкіндігі бар. Тек нақты жолдары мен шарттарын, возможностьларын көрсе болды. Жоқ дегенде 1 жыл дайындалса, кез келген адам үй ала алады. Любой адам үй ала алады. Просто біз мүмкін емес деп өзіміздің уақытымызды созып жүре береміз. Мен де сөйткенмін. 2024 жылдың вообще былай айтсам ноябрь айына дейін чисто сопровождение жасайтынмын. Ноябрь, октябрь айларына дейін тек қана сопровождение қызметтерін көрсетіп, қазіргі таңда 1000-нан аса адамға үй алуға көмектестім. Жеке өзім 100 адамға көмектессем де, үй алып сопровождение жасап беріп, но консультациялар беріп, бағыт бағдар беріп, мысалы бүгін буквально жаңа осы араға келе жатқан кезде Назым деген ханым менен консультация алған, примерно 2 ай бұрын. И бүгін жаңа хабарласып тұр, мен сіздің консультацияңыздан кейін 4 бөлмелі пәтер алдым деп. Енді қазір қолымда тағы да 3 миллион бар, тағы да маған консультация берсеңіз, сол 3 миллионмен не аламын, қалай аламын деп. Сол себепті қазіргі таңда өте өзім қуанам, қаншама адамның үй алуға көмектескеніме. Енді қалай ипотека курсы жүзеге асты? Бұл салада мамандар өте аз. Ипотека саласында қызмет атқаратын, вообще осы жолдарын білетін, өйткені барлығында жаңағы ипотека деген қиын деген түсінік қалыптасып қалған. Содан кейін жаңағы жұмыс жасап жүргеннен кейін, үй алып бергеннен кейін барып сұраныс пайда болды осы ипотека саласын оқыту деген. Сөйтіп басында 10 адамнан, 5 адамнан курс оқытылып басталып жүріп, қазіргі таңда 300-ден аса шәкіртім бар. И олар өте мықты нәтижеге жеткен шәкірттерім де бар. Тіпті нәтижеге жете алмай, ондай миллиондар таппаса да, нақты өзіне үй алуға деген план құрып, үй алуға деген жоспар құрып, үй алып жатқан бірнеме шәкірттерім бар. Сол үшін де сіздер де солардың қатарынан болса деймін. Қазіргі сіздер 8-ші поток студенттерсіздер. И сіздерді осы салаға келгендеріңізбен ең бірінші құттықтап қойғым келеді. Рахмет. Молодцы вообще. Енді вообще ипотека саласы дегеніміз не? Бұл жер тек қана мен сіздерге ипотекамен үй алуды ғана көрсетпеймін, басқа да возможность қыр-сырларын ашатын болам. Бұл жерде тек қана мемлекеттік бағдарламалар болмайды. Сіздер уже платформаны ашсаңыздар, байқаған шығарсыздар. Бізде ең бірінші предобучение ашылып тұр. Бұл новичоктар үшін. Новичоктар дегеніміз бұл салаға мүлдем қатысы жоқ. Бұл салада жұмыс жасамаған азаматтар үшін, мысалы, ЭЦП кілтті қалай аламыз, ЕГОВтан справканы қалай аламыз, тіпті қазіргі отчет тапсыратын уақыт келе жатыр ғой. Міне, қазір нақты отчет уақыттағы. Мысалы, отчеттарды қалай тапсыруға болады, жеке кәсіпкерлігіңіз, ипіңіз бар болса, соның отчетін қалай тапсыруға болады, сол туралы ақпараттар алсаңыздар болады сол жерде. Ары қарай сіздерде уже кезек-кезекпен модульдар ашылатын болады. Кезек-кезекпен. Пока барлығыңызда бірінші модуль сабақтар ашылып тұр. Бірінші модульді біз ипотека дайындық уақытын бастаймыз. Так, мен мына жерде 1 минут барлығыңыздың даусыңызды өшіріп қойын, иә? Ипотекаға дайындық. Негізінде көп адамдағы мынандай бір қателік бар. Менде жалақым осыншама ипотека ала берем деп. Вообще естеріңізде болсын. Ипотекаға алатын кезде бізде бәрібірде өте қатты мән беретін тұс, ол кредитная история. Себебі кредитный историяңыз, айлығыңыз 2 миллион болып тұрып, кредитный историядағы финансовый нагрузкаңыз өте көп болып, немесе осы уақытқа дейін бірнеше просрочкалар жасап, кредитный историяңызды бұзып алған болсаңыз, банк сізге сеніп ипотека рәсімдеуі екі талай.
Алғашқы сабақтардан біз сіздерге ең бірінші өзіміздің кредитный историяларымызды қалай тексереміз, соны білуіміз қажет. Кейбіреуіміз ЭЦП кілті аша алмай жататын болсақ, сіздерде бекітілген көмектесетін 3 маман бар, қыздар. Сіздерде курста, мысалы, сұрақтарыңыз болса, жауап беретін, мысалы, элементарны жаңағы ЭЦП-ны аша алмай жатырмын десеңіздер, Аружан ханымға хабарлассаңыздар болады, көмектеседі. Бұл жерде мен айтпаймын, барлығы жұмыс жасап жүрген новичок қыздарымыз да бар, которые, мысалы, енді бастап кеткен. Но сіздерге біздің мақсатымыз максимально көмектесіп, жол көрсету. Ары қарай уже осы берілген ақпараттармен, осы берілген білімдерді алып кету жауапкершілігі өзіңізде. Мынандай нәрсе, жауапкершілікті Маржа ханымның мойнына артып қоймаймыз. Хорошо? Әркім өзіне ең бірінші жауапкершілікті ала алу керек. Сабақтар түсінікті тілде видеозапистер болған, олар бірінші сіздерге для ознакомления қарап шығу мақсатында. Ары қарай сіздермен мен Zoom сабақтарын өткізетін болам. Zoom сабақтарында әрбір тақырыпты максимально ашамын. Басында сабақтың, мысалы, в основном біздің Zoom сабақтарымыз, если честно, 3 сағатқа дейін созылып кетіп жатады. 3 сағатқа дейін созылып кетеді. Басындағы 1,5 сағатты біз чисто теориямен ететін болсақ, ары қарай разборлар форматында өтетін болады. Сұрақ-жауап форматында кез келген сұрақтарыңыз болса, егер де жауап ала алмай отырсаңыздар, бүкіл сабақ көріп отырған кезде сұрақтарыңызды жазып алып, менімен өткен тікелей Zoom сабақтарыңызда сол сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Кез келгеніңізге көмектесе аламын. Бізде апта сайын жаңа модульдар ашылып отырады. Бұл жердегі, вообще негізі, мен не үшін обучение бастадым, сол мақсатын түсіндіріп өтейін. Мен жалғыз өзім, мыңдаған адамға жалғыз өзім көмектесе алмаймын. Но егер де мен 100 шәкіртті жол көрсететін болсам, 100 шәкірт жоқ дегенде 10 адамға қызмет көрсетіп, 10 адамға үйлі болуына көмектесе алатын болса, вот 1000 адамға көмектесу дегеніміз сол. Бұл жерде сабақ біткен барысында міндетті түрде әрқайсыңыз жоқ дегенде өзіңізге финплан сызып кетуіңіз қажет. Сабақтың негізгі мақсаты сол. Бірінші очередь өзіңізге қандай үй ала аласыз, оған табыс қанша болу керек, қанша қаражат дайындай аласыз, сол бірінші біздің миссиямыз. Әрбір адам өзіне нақты түрде қандай үй алуға болады, возможностьтарын қарастырып кету керек. Дәл қазір ала алмай жатсақ, онда можно кейінірек, мысалы, 6 айдың ішінде дайындалуға болады. Именно куратор Гули ханым мен Жансая ханым сіздерге өзіме жеке үй алам деген адамдарға прям максимально көмектеседі. Хорошо? Мен былай айттым ғой, менен сопровождение алғаныңызша, сопровождение құны басқа суммада, лучше сабаққа келгеніңіз абзал. Зато сіз бір ғана үй емес, бірнеше үй алу жолдарын көріп кетесіздер. Тіпті жақын туғандарыңызға, туысқаныңызға, бауырыңызға уже қандай программалармен үй алу керек екенін сабақ барысында білетін боласыздар. Әрбір модуль ашылған сайын өзіңіздің жаңағы жақындарыңыздан бастап практиковать ете бастасаңыздар деймін. Бірінші модульда кредитный история сабақтары басталған кезде біз ол туралы алдағы сабақта айтамыз. Бүгін просто түсіндірмей отырмын, Бірінші модуль кредитный история болған кезде сіз бірінші өзіңіздің жақындарыңызға кредитный история алып, соны оқып беріңіздер. Басында тегін қызмет жасаңыздар. Ол сізге жаңағы практика жасау үшін өте қажет. Максимально жұмыс жасалып жатқан моментте, оқып жатқан моментте сіз соны практиковать етіп отырсаңыз. Ары қарай, пенсионка туралы ақпарат болған кезде, мысалы, просто сабақ барысында былай айтып отырам да, сіздерге тапсырма беріп отырам. Бүгін статусқа шығарыңыздар осы ақпаратты. Кімнің пенсионкасы бар, жіберіңдер, мен сендердің табыс деңгейіңізге байланысты қалай үй алуға болады есептеп беремін. Просто ақпарат. Ары қарай, одан кейін бірінші модуль уже біз мемлекеттік бағдарламаларды кетеміз. Екінші модуль, мемлекеттік бағдарламалар. Қазір концепцияда біршама өзгерістер болып жатыр. Қараңыздар, сіздерде сабақта, видеода, именно концепцияда кішкене чуть-чуть өзгешелік бар. Өйткені ол видеозапись жасалған кезде, ол на момент, сол моментке актуальный болған. Қазір концепцияда именно 2-10-20 бағдарламаларында өзгерістер болып жатыр. Оны мен сіздерге Zoom сабақта ашық практикамен толық түсіндіріп өтетін болам. Сол себепті еш қашанда Zoom сабақтан қалмаңыздар.
мен записьті көре саламын деген ол ой алып тастаңыздар оны. Өйткені записьта сіз сұрағыңызды тікелей қоя алмайсыз да. Сол үшін де міндетті түрде Zoom сабақтарға қатысыңыздар. Мемлекеттік бағдарламалардың барлығын егжей-тегжейлі түсіндіреміз. И опять-таки сол уақытта сразу уже жасауларыңызға болады. Кім кезекте тұр? Давайте ен беріңіздер, мен тексеріп берейін, қайда қатыса аласыз, жасап көмектесе аламын, тексеріп берейін деп. Уже соны жасаймыз. Ары қарай кетеді. Отбасы банк программалар кетеді. Үшінші модуль сабақтар сізде. Толығымен отбасы банк туралы түсініктер. Переплатаны қалай төлемеуге болады, оның барлығын егжей-тегжейлі қарастырамын. Есеп, бірінші очередь есептейтін боламыз. Практика. Опять сол уақытта оқып жүріп сразу статусқа жаңағы кімде отбасы банк бар, вознаграждениеңіз қанша, бөлісіңіздер, мен сізге отбасымен қандай үй алуға мүмкіндігіңіз бар, соны айтатын боламын. Бұл именно новичоктар міндетті түрде жасау керек әрекеттер. Мен де байқағаным эксперттер бар екен, өте қуаныштымын сіздер осылай повышениеға келіп жатқандарыңызға, но сіздер де соны практиковать етсеңіздер деймін. Төртінші модуль бізде екінші деңгейлі банктер арқылы ипотека рәсімдеу. Ол информациялар актуальны болған сол жазылған уақытта. Қазір екінші деңгейлі банктер арқылы ипотека рәсімдеген кезде бізде БЦК мен Народный банк ешқандай ипотека рәсімдеп жатқан жоқ. Народный банк вообще первичкада, вторичкада рәсімдеп жатқан жоқ. Вообще полностью приостановлены. Рәсімдеп жатқан банктер бар, оның барлығын сіздерді Zoom сабақта толық талқылап өтеміз. Zoom сабақтан вообще қалуға болмайды. Бесінші модуль сіздерде BI групп. BI групппен қалай үй аламыз, электронно отырып, онлайн түрде қызмет жасауды үйрететін болам. Мысалы, басқа қалада болсаңызда, тіпті Қызылордада отырып, сіз Алматыдағы үйді сатуға мүмкіндігіңіз бар. Оған сізге толықтай көмектесе аламыз. Қай жерге кіру, қалай жасау, именно осы тұста сіздерге арнайы мамандар сабақ өтетін болады. Дополнительно менен бөлек, куратордан бөлек, арнайы сол РБД базаның менеджерлары сіздерге тікелей сабақ өтетін болады. Сіздерде екі тараптан сопровождение жүріледі. Біріншісі біздің кураторлармен болса, екіншісі сол саланың өзінің мамандарымен. Ондай да байланыс бар сіздерге. Ары қарай 6-шы модуль, ол уже құрылыс компаниялар. Құрылыс компаниялармен қалай жұмыс жасаймыз? Қай құрылыс компанияларда үйлер бар? Сосын қай құрылыс компаниялардың үйлерін рассрочкаға алу керек? Оны онлайн түрде таңдауға болады. Опять-таки, Қызылордада отырсыз ба? Астанадан үй сатқыңыз келе ме? Мүмкіндігіңіз бар Астанадағы үйлерді онлайн толық қарап шығуға. Даже ипотека рәсімдейтін болса, бағасы қанша болады, қанша суммамен екенін толық рәсімдеуіңізге мүмкіндігіңіз бар. Кейбір случайларда онлайн рәсімделмейтін болса да, но хотя бы по факту қандай квартира бар в наличии, қашан эксплуатацияға беріледі или так басқа жолдарын толық көре аласыздар. Бұл бізде 6-шы модуль. Және де сіздерде сабақ аяғында 7-ші модуль бар, қаржылық сауаттылық. Пока ол сабақ сіздерге ашылған жоқ, ол бонус ретінде берілетін болады. Бұл тұста біз предоплата, переплата, финотдел, финотчет, жаңағы личный финансовый план, полностью соны талқылайтын боламыз. Бұл мен сіздерге түсіндіріп өттім біздің курстағы сабақ жоспарларымызды. Енді сабақтар мәрісінде бізде сабақтар аптасына 2 күн именно ипотекаға байланысты сабақтар болады. Сіздерде жаңағы платформаға 24/7 бір жылға доступ бар. Кез келген уақытта ашып, платформадағы сабақтарыңызды көре аласыздар. Чаттар ашық тұрады, чаттарда сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Сіздерде сағат 4-ке дейін Жансая ханым жауап береді, 4-тен 10-ға дейін Гули ханым жауап береді. Но енді түн уақыттарында жаңағыдей сұрақтарыңыз жауап берілмесе, біз ол сұрақтарға ертесі күндері сұрақтарыңызға жауап беріп өтеміз. Дополнительно, бұл жерде бонусный система бар. Именно 8-ші потокта мен қазір обновление жасадым, алдыңғы потоктарда ондай болмаған бонусная система. Zoom-ға қатыстыңыз, плюс балл. Үй тапсырмасын орындадыңыз, плюс балл. Сұрақтарға жауап бердіңіз, плюс балл. Мысалы, тіпті чатта отырып Назгүл ханымның сұрағына Нұргүл ханым жауап берді, Нұргүл ханымға плюс балл. Мысалы, немен инсайтпен бөлістігі плюс балл. Сабаққа қатыспадық, минус. Zoom-ға қатыспадық, минус. Тапсырма орындамадық, минус. Именно бальный система бойынша болады.
аптасына бір рет отчет жасап отырамыз. Осы аптада кімде қанша балл екен. Бұл сіздерге возможность беріледі. Оның барлығы сіздерге жіберіледі. Кімде балл көп, менен жеке разбор, бизнес-завтрак, мысалы менен реклама, дополнительный ақшалай сыйлықтар болатын болады. Бұл мотивационный деп айтсам да болады, жаңағы именно топпен бірге, ортамен бірге жүріп жұмыс жасауға. И соны мысалы сіздерден кураторлар тұрақты түрде кері байланыс алып отыруға болады. Енді сұрақтар бойынша, осы жерде тағы айтып өтейін, сұрақтар бойынша кері байланыс алған кезде жекеге шықпаймыз. Вообще жекеге шығуға рұқсат етілмейді. Тек қана чаттың ішінде. Мысалы, сұрақтарыңызды қойыңыздар, бүгін түн болып жауап берілмей қалды ма, ертесі күні жауап берілетін болады. И жаңағы бальный система бойынша да сіздерге былай етіледі. Мысалы, мен өзім кураторларымнан требовать ететін моменттерім бар. Сізге сұрақ қойылды, демек ол сұрағын жауабын ары қарай мен контрольға тоже ұстаймын да. И маған керек сіздердің осы сабақ барысында өзіңізге үй алып кеткеніңіз. Егер де клиентпен жұмыс жасап жатырмын, табыс таптым, плюс балл. Мен мынанша клиентқа тегін консультация өткіздім, отзывтары міне плюс балл. Любой іс жасалған істі доказательство керек. Мен осыншама сопровождение жасадым, допустим, 200 000 теңге таптым, плюс балл. Мен 500 000 теңге таптым, плюс балл. Именно бальный системамен ол мотивационный, орада ақшалай сыйлықтар болады. Дополнительно біздің команданың тарапынан сіздерге дополнительно ақшалай сыйлықтарымыз бар. Аптасына 2 күн зум сабақтан бөлек тағы да бізде зум сабақтар бар, қосымша зум сабақтар бар. Оларды по графику қоймаймыз, ол мынандай зум сабақтар болады. Мысалы, менен жеке разборлар болып тұрады. Именно бұл салаға кім үй аламын деп келді, жолдарын білмей жатыр, мен зум форматында сіздерге разбор жасап бере аламын. Мысалы, менің ондай разборларым жекеде ақылы ғой, ал общий зумда сізді талқылап бере аламыз. Мысалы, Нұргүл ханымға по факту қолында мынандай қаражат бар, қандай үй алу керек, уже біз сізге түсіндіріп жібереміз. Ол туралы дополнительный зумдар болады. Плюс сіздерден жаңағы не бойынша дополнительный зумдар болады, жаңағы ниет бойынша, психологияны тоже қосып отырмын. Өйткені ол менің өзімнің дамуыма, қазіргі маржан болуыма, маржан болып қалыптасуыма өте күшті көмегін тигізді де, сондай бонус сабақтар сіздерде қалыптастырылған, жасалынатын болады. Ол бірнеше эксперттерден дополнительно сіздерге еще зум сабақтар болатын болады. Получается, аптасына бірнеше жоқ дегенде 3 зум сабақтардан болып отыратын болады сіздерге. Хорошо? Так. Енді, вау, керемет дейді. О, рахмет. Вид на жительствомен, уже сұрақтар кетіп жатыр ма? Давайте былай істейік. Енді мен уже сіздерге толық түсіндіріп өттім деймін, ойлаймын. Егер де курсқа байланысты сұрақтарыңыз болса, жаза өтсеңіздер болады, или тікелей қойсаңыздар болады. Ал енді пока біз не берейік, бір-бірімізге мүмкіндік берейік танысуға. Өйткені сіздермен алдағы уақытта әлі біраз уақыт, 1,5 ай тікелей тығыз байланыста боламыз. Ары қарай уже чатта бірге боламыз. Сол үшін де кіммен жұмыс жасап жатырмыз, өз-өздеріңізді давайте проявляйтесь. Кімсіз, жасыңыз қаншада, қай салада жұмыс жасайсыз, вообще сабаққа келудегі негізгі мақсатыңыз не? Эксперт болсаңыз экспертпін, новичок болсам новичокпын деп, давайте кезек-кезек танысып өтейік бір-бірімізбен. Кстати, 1 минут. Сосын қыздар, бүгіннен кейін сіздерге анкета жіберілетін болады. Сіздерде апта сайын анкета жіберіп отырамыз. Бірінші анкета, ол сізбен толық танысу мақсатында. Мысалы, жаңағыдей үй аламын деген неміңіз болса, соны біз уже біліп отырамыз да, кімге үй алу көмектесу керек, кімде қандай случай бар, кімде мысалы клиентпен жұмыс жасап жатыр, табыс деңгейі қанша, соны біліп отырмыз, мысалы, иә. Одан кейін екінші, мен сіздерге тағы да бір дополнительный бонустарым бар, оны қазір айтпаймын. Өйткені қазір шатасамыз, ол кезде анкета жіберетін болам, анкетамен разбор жасап аламыз да, сіздерге еще дополнительный сабақтар қосамыз. Апта сайын анкета беріліп отырады. Анкета толтырмаған адамдар кейбір кезде қатыса алмай қалып жататын бар. Сол үшін де анкетаны үнемі күніне емес, аптасына бір рет қана ғой, 5-ақ минут уақытыңыз кетеді.
5 минут уақытыңызды толтырып отырсаңыздар деймін. Сіздермен бізге үнемі кері байланыс орнатып отыру үшін. Хорошо? Анкетаның бәрін чисто мен өзім. Давайте, қыздар, Қарлығаштан бастайық. Қарлығаш Көптілеуовна, сәлеметсіз бе? Өзіңізді таныстырсаңыз, қай жақтансыз? Қалай сабаққа келдіңіз? Сәлеметсіз бе? Естіліп тұр ма даусым? Естіліп тұр, әдемі естіліп тұр. Менің аты жөнім Қарлығаш Көптілеуова, 5 баланың анасымын. Машаллах. Құлсары қаласынамын, Атырау облысы. Әжемін, немерем бар, 48 жастамын. Осы Алматыға 13 күндей болып көшіп келгеніме қазіргі таңда санаторийда демалып жатырмын, өзім инвалид 2-ші группадамын. Сіз емес пе, иә? Чатта жазып жатқан, мен санаторийда жатырмын, сабақты аша алмай жатырмын, қыздар деп отырған, иә? Көре алмай жатырмын деп, сол мына зумнан қалып қоймайын деп, әдейі сол зумға кіріп, ешқайда шықпай отырмын да. Әдемі. Ничо, бірге істейміз, алып кетесіз. Негізі мамандығым банкіде бухгалтер кассир болып жұмыс жасадым. Қазіргі таңда үйдемін, балалардың қасында. Осындай оймен жұмыс жасағанды жақсы көрем. Әсіресе осы ипотека саласын жақсы көрем, потому что мен өзім осы жақында осы отбасы банкі арқылы 50% өзім үй алдым. Қай жақтан алдыңыз? Алматы қаласына көшіп келіп отырмын сол. 13 күн болды. Айына ипотека? Айына ипотека? Айына 253 мың төлеймін. Әдемі. 40 миллионның үйі ма? Қанша миллион қалдыңыз? 34 миллионға чистовой вариантта, кәдімгі, с ремонтом. Күшті. Қай районнан алдыңыз? Нұрлы дала 2 апортқа қарсы. Әдемі. Өте қуаныштымын, Қарлығаш ханым. Сабағымызға қош келдіңіздер. Зум болып жатыр ғой. Давайте. Қарлығаш ханым, сабаққа келудегі мақсатыңыз қандай вообще? Негізі, қалай келдіңіз бұл обучениеға? Енді өзім обучениеға келген себебім, мен адамдарға үй алуына, көп адамдар, енді мен банкіде жұмыс жасағасын, көп ақпаратты менен сұрайды да, сен банкіде жұмыс жасадың ғой, осындай саланың бәрін үйреніп алшы деп. Негізі бұрыннан да іздеп жүрдім. Бірақ үйрететін адамдар ондай нақты еместі. Сізді осы танысқаныма, осы бір айдың жобасы, бір айдамын, даже бір айдың жобасында осы Инстаграмда көрдім. Инстаграмнан көріп, осы чатқа қосылып, сол манағы нені алып ақпаратты менеджерден. Хорошо. Қуаныштымын. Так, келесі адамға сөз берейін. Нағима ханым қол көтеріп отыр бағына. Бері қарайсыз. Нағима ханым, алып шығыңыз. Нағима ханым, мектепте жұмыс жасайсыз, ә? Қайырлы кеш, қалайсыздар? Жақсы. Білім болсын бізге. Мен Шымкент қаласынан боламын. Өте қуаныштымын. Мектепте мұғалім болып жұмыс жасаймын. Тамаша. Бұл сабаққа келу себебім өзіме үй алу, қыздарыма үй алып беру. Әдемі. Үйіміз бар, домнан үйде тұрғымыз келеді. Хорошо. Нағима ханым, сіз курс барысында уже өзіңізге нақты четкі пландар жазып алып отырыңыз керек. Қыздар, мынандай болады сіздерде. Мынандай болуы мүмкін. Мен өзім де сондай болғанда, мен бұл саланы оқып жатқан кезде, мен анаған үй аламын ғой, мен мынаны істей аламын ғой, мен мынаны бүйте аламын ғой деген отырды. Что так можно на информацияның барлығы мен спокойно алуға болады екен ғой деп ой отырды да. Сол үшін де и сізде де, Нағима ханым, сондай ой болатынына сенімдімін. Құдай қаласа, Алла қаласа үй алып келсек. Хорошо, қуаныштымын. Рахмет, қуаныш. Асем Сарабаева дейді. Асем ханым, шығыңыз. Балаңызбен отырсыз ғой? Даусыңызды қосып қойыңыздар, шығыңыз, ал. Қосамайтын дауысын. Қосып тұр Асем ханым. Алло. Иә, қайырлы күн. Шығып тұр ма дауысы? Әдемі шығып тұр, сөйлей беріңіз.
Мен декреттемін, үйде отырған анамын. Кішкентайыңыз қаншада? Ау, Кішкентайыңыз қаншада? 7 айлық. 7 айлық. Өзіңіз қаншадасыз? Классно. Супер. Өте күшті. Қаншада? Айта беріңіз, Әсем ханым. Қай қаладансыз? Микрофон өшіп қалған сияқты. Өшіп қалды ма? Вообще естілмей тұр. Әсем ханым, астыға жазып жіберіңізші, өтініш. Жазып жіберіңіз. Қыздар қосқан кезде, сөйлеген кезде микрофонымызды қосып сөйлейміз. Давайте Нұргүл ханым, Нұргүл Сүлейменова. Қай жақтан боламыз? Саламатсыз, сәлеметсіз. Қайырлы Мен күн. Ақтөбе қаласынан, Өте қуаныштымын. негізі мен Талдықорғанның қаласының тұрғынымын. О, жерлес. Жерлеспіз, иә, Маржан ханым сізбен. Мен өзім бұрын вахтада жұмыс жасадым. Негізі мен заңгер кеңесші болғам. Неде облыстық кітапханада жұмыс жасағам, Талдықорғанда, сейфуллин кітапханада. Содан кейін қазір енді ажырасқаныма бір 10 жыл болды. Қазір 2 бала тәрбиелеп отырмын, бір қыз, бір ұлды. Мына сокращение, содан кейін облыстық кітапханада кеткен себебім, өйткені білесіз ғой, бюджетте айлық аз болатын. Балаларым кішкентай болғаннан кейін, енді олардың күнделікті күнкөрісі бар, киетін киімі бар, тамағы бар дегендей, балаларды өскерген сайын олардың потребностьтары көп болады деген мақсатымен мен жұмысымды тастадым да вахтаға кетіп қалдым. Вахтада мен 6 жыл жарым жұмыс істеп келдім. Вахтада жұмыс жасадым. Содан кейін Ақтөбеде мен көшіп келген, Ақтөбеде мен квартира сатып алдым. Отбасы банк арқылы. 50-ге 50. Қазір сол ипотеканы төлеп жатырмын. Қалаға келудегі мақсатымыз? Мақсатым бірінен болашақта балаларыма үй алып беру. Өйткені қыз өсіп келе жатыр, қыздың өзіне бөлек бір үй алып берсем ба дегенім. Все-таки қыз бала ғой деп. Нұргүл ханым, мен сізді именно барлық Zoom сабақта күтемін. Zoom сабақтар, қыздар, бізде әрбір среда, пятница күні болады. Среда, пятница, таңертең сағат 9-да. Каждый Среда, Zoom пятница. сабақтар қалуға болмайды Zoom сабақтан. Хорошо? Сразу Содан кейін дата болсын. Дополнительно Zoom сабақтарды суббота күні өткізетін боламыз. Суббота или воскресенье күндері. Но среда, пятница сіздерде тұрақты түрде таңғы сағат 9-да ол сабақ болады. Сол үшін де сол күндері мүлдем қалуға болмайды. Жарай ма? Жақсы. Содан кейін өзіме тағы да осындай қосымша бір доход қарастырып жатырмын да, осы ипотека сала бойынша үйренгім келеді. Негізі қыздардан естеймін, көрем. Қасымда бір таныс қызым соны осындаймен айналысады да, сырт жағынан қарап, бақылап отырам. Тыңдаймын, өзіме қызықты болды бұл информация. Тем более өзім Каспинеден отбасы банк арқылы үй алғаннан кейін, ол басымнан өткен нәрсе ғой, уже все-таки уже представление бар бұл менде. Өзіме бірінен ол өзім қызықты болып отыр да, бұл программамен арқылы. Давайте, бетик, бір-біріміздің өте көп уақытымызды алмау үшін қысқа нұсқа танысып өтейік. Мен ер азаматтарға сөз бергім келіп тұр. Ер азаматтар біздің ортамызда бар ғой. Жігіттер қайда? Ереке, Ерлан мырза ғой деймін, иә? Ереке, шықсаңыз. Бізде, мен білетін, мысалы менде өте ризамын, алдыңғы 4-ші потокта Сайра мырза болды, 59 жастағы подполковник оқыды. Ерлан мырза Алматы қаласынан риэлтор оқыды. Одан кейін Жомарт мырза юрист оқыды. И барлығы өте жақсы результаттарға, мысалы, ер азаматтар бұл салада мысалы көп жұмыс жасай бермейді ғой, но сенімді түрде келгендеріңіз үшін ризамын. Қазіргі таңда, мысалы, алдыңғы сіздердің алдыларыңыздағы потокта 4 ер азамат бар да, который уже официально келіп жұмыс жасап, сондай ниетпен оқып жатқан. И бұл азаматтарда результат мықты шығатынына сенімдім. Ереке, сізді зумда күтемін. Шығыңызшы. Бар ма? Бір жігітіміз өзі қайда? Жігіттер?
Сағат 9-да қосыламын деп еді ғой, жолдамын деді ме, бір жаққа кетіп еді ғой. Жігіттер отыр бізде. Так, Гульжан Тлеубердиевна дейді, подскажите, я работаю в найме, нет возможности в будние дни, рабочее время не смогу, получается, только в записи буду смотреть, можно будет вечер перенести дейді. Мен байқап көрдім, кешкі уақыттарға жасағанға Гүлжан ханым, кешкі уақыттарға жасаған кезде адамдар жұмыстан кейін шаршап келеді, уже андай сабаққа деген ынтасы болмайды екенші, мүлдем. Сол себепті алдыңғы потоктарда менде ондай эксперимент болған, мен барлығын кешкі уақытта өткізетін, барлығы пока садиктен баласын алып келіп алды, тамақтандырып алды, айтты бітті деп. Уже кешке жақын мең-зең болып отырады да, сол себепті таңертеңге қоюды шештім. Өйткені таңертең как-никак бас деген трезвый, ұйқымыз ашылған, солай болып тұрады да, сол үшін де сабақтар таңертеңгі уақыттарда болады. Но қосымша зум сабақтарды кешкі уақытқа қоямын. Дополнительный зум сабақтар. Но негізгі сабақтар таңертең. Енді қарай алмай жатсаңыз, онда жаңағы повтормен қарасаңыз болады. Но кешкі уақытқа ауыстыра алмаймын. Өйткені ол во благо дейді ғой, сіздер үшін өздеріңізге солай болған дұрыс. Так, давайте кезек-кезек бір қыздар Мен айтайыншы. таныстырып шығайық. Давайте, Балнұр ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Орал қаласынанмын. Өте қуаныштымын. Мына неге курсқа тіркеліп отырғаным себебім, өзіме үй алғым келеді біріншіден, және осы салада жұмыс жасап көргім келеді. Қуаныштымын. Мамандығым мүлдем мұғаліммін, мүлдем жақын емеспін, музыка пәнінің мұғалімін, мектепте жасаймын, және музыкальный школда баян сабағынан сабақ беремін. Негізгі келудегі себебім, осыдан отпускіге шықтым де Астанаға көшу ойым осы жазда. Астанаға барып келдім, 2 жұма тұрып келдім, жаңағы риэлторский компанияларға барып, үй алу жөнін қарастырдым. Бірақ, білмеймін, каким-то образым, жаңағындай кредитный историямды бәрін қарап берді, бірақ деген үйге тоқталған жоқпын. Қайтадан Оралға қайтып келдім, балаларым Оралда болғасын, ажырасқанмын, 3 балам бар. Қайтып келу керек болды да, енді осы июльдің аяғында қайтадан Астанаға көшу мақсатым бар ғой. Енді осы курсты сатып алудағы себебім, сіз арқылы, осы курс арқылы, может, жаңағындай басқалай өзіме үй алатын, ыңғайлы жағын табатын шығармын деген мақсатпен алдым негізі. Все, қуаныштымын. Қараңызшы, Балнұр ханым, сізбен бір разбор жасап өтуіміз керек. Нақты қандай үйлер алуымызға болады. Хорошо? Менде дополнительно тағы да зум сабақтар болады. Вообще сабақтардан қалмауыңызды сұраймын сіздің. Жарай ма? Алдағы уақытта Астана қаласында орда аймақ басталынады, жасыл ипотека басталады. Мысалы, отбасы банкпен алуға мүмкіндіктер бар. Отбасы банкпен алуға мүмкіндік дегенде менің өзімнің үйім бар Орал қаласында. Бола берсін. Бола берсін ба? Опыта қажет емес, вознаграждениеде қажет емес, сондай мүмкіндіктер бар. Пропискаға да қарамайды ғой. Пенсионка болу керек, жетпесе сондай табамыз. Пенсионка бар. Хорошо. Так, келесі. Маржан ханым, қалайсыз? Қайырлы күн, Гүлдана сіздерге өте қатты қуаныштымын. Гүлдананың туралы айтып өтейін, мен 2024 жылы апрель айында аутсорс оқығам. Аутсорс, өйткені менде жаңағы үлкен кәсіпорындардың бухгалтериясын жүргіземін. Сол кезде Гүлданамен бір курста оқығанбыз. Сізді көріп вообще қуанып отырмын. Фокус группада 5 адам ғана болып, 5 адам ішінде енді бір-бірімізбен жақсы араласып кеттік та. Мен Алматы қаласынамын. Бухгалтерлік қызметтер және де ипотекамен тоже айналысып жатырмын. Основном менде госпрограммалармен қазір жұмыс жасап жатқаным. Туған жерім Семей, Маржан ханыммен жерлеспіз. Я, Уржар. Ұмытып қалдыңыз ба? Мен енді сол кезден бері 2 жыл болды ғой Маржан ханыммен таныспын. И білем да, ол кісінің қандай адамгершілігі мол, шынайы, сөзі бәрі нақ-нақ, тық-тық, шынайы жұмыс жасайтын адам екен. Сондықтан сіздер үшін де қуанып отырмын, осындай өзінің адамгершілігі бар адамның курсын алып келіп отырғандарыңызға. Менде қанша эксперттер бар ғой, соның ішінде мен Маржан ханымды өзім таңдап келіп отырмын, танитын болғандықтан. Рахмет, Гүлданам. Енді осы салада жұмыс жасап жатсам да, бірақ менде қазір осындай бір белгілі курстан өтпегендіктен, андай ортада осы ипотека бойынша дамушы орта жоқ та менде. Сондықтан осындай бір дамушы ортамен болып, одан кейін осы
басқа эксперттер не айтып жатыр екен бұл жақта, және тағы да қандай жаңалықтар болып жатыр, осы бойынша өзім білімімді дамыту бойынша өзім жеке брендімді дамытып, ары қарай ипотека саласында мықты эксперт болу үшін осы курсқа келген жайым бар. Өте қуаныштымын. Қуаныштымын Гүлдана. И бізде күшті жұмыс жасайтыныма сенімдімін негізінде. Рахмет. Мен таныстырып өтіп кетсем бола ма? Сәлеметсіздер ме? Давайте, iPhone есіміңіз кім? iPhone Дилдаева Илья. Кім? Дилдаева Илья. Илья, өте қуаныштымын. Илья. Мен Дилдаева Илья, 36 жастамын, 4 баланың анасымын. Тұрыңыз, Илья, бірінші, хотя бы видеоны қосайық, мен кіммен сөйлесіп отырғанымыз бірімізге не болу үшін де. Просто баняда отыр едім да. Жарайды, онда жүргізіңіз. Баняда отыр. Келесіде міндетті түрде қосамын. Жарайды. 36 жастамын, 4 баланың анасымын. Негізгі мен осы жаңағы саламен 1 жыл бұрын курс оқып, жұмыс жасап жүрмін. Қосымша квартирный субсидия, ИП субсидиясы, жаңа бухгалтерияны жүргізіп жүрмін. Қосымша, бірақ негізгі мамандығым бастауыш сынып мұғалімі. Енді бұл жаңағы қосымша ипотекаға менде апайларымыз көп, таныс клиенттерім көп. Соны өзімнің ипотека алған компанияларыма жіберіп жүрмін да, басын жасайым, услугасын алам, процентін алам. Неге соны өзім жасамасқа деп, енді осы отпускамде курсты оқып алайын деп тұрмын. Мақсатым менің BI группқа агент болу. BI групппен агент болу, партнерский ипотекамен, потому что менде нақты апайлар бар, депозиттері, нақты суммалары бар. Олар 13% па, 14% па партнерский ипотекамен BI групптан нақты агент, например, алдында сіз айттыңыз ғой, BI групп процент төлеп отырады деп. Иә. Сол мақсатында енді нақты ұстап отырған өзім сізге офлайн кездесуге барғанда осы 2 клиентті бірге алып келем. Депозиттері құйылып тұр, отбасы банкте доходтары бар нақты клиенттерім жібермей ұстап отырмын. Ол енді басы ғана. И және офлайндамын, иә. Болды, тамаша, өте жақсы. И екінші мақсатым, күйеуімнің атында ипі бар, өзім атында ипі бар. Екінші, доходтарымды, сіз айттыңыз ғой, қаржылық сауаттылықты үйретемін, нақты доходты дұрыс жүргізіп, тағы да Астанадан, Алматыдан тағы да бір пәтер алу мақсат. Әмин. Екіншісі. Қуаныштым, Дила ханым. Сізді офлайнда күтемін. Қыздар. Мен таныстырып қойсам. Иә, давайте қойсын. Келесі. Бола ма? Мен таныстырып берсем бола ма? Болады, Гүлзада ханым, экран қосамыз. Мен требовательныймын, егер де зумға шығатын болсаңыздар, міндетті түрде видеоларыңызды қосып шығасыздар. Иә, саламатсыз ба Маржан ханым? Мен атым да болады. 4 балалы многодетная мамамын. Кезекте үй кезегінде тұрамын. Рахмет. Иә, үй кезегінде тұрамын. Негізі деген алдыңғы жылдан бері концепцияны күткен болатын. Концепция Алматыда болмады. Өзім Алматыданмын. Осы жылы да күтіп жатырмын. Өзімнің атымда ипім бар. Негізі мен мамандығым финансист, финансыды бітіргенмін. Бухгалтер болып та 1 жылдай ғана жұмыс істегенмін, сосын декретке кеттім. Енді уже последний 2 жыл болды, чисто дамумен айналысамын. Залоговое кредитование, даму предпринимательдермен жұмыс жасаймын. Супер. Иә, финансыда, бухгалтерияда, дамуда барлығы бар, субсидияда. Мен деген хотела именно ипотека саласын басында өзім үшін неткен болатым. Алдында білесіз ба, білмеймін, Арай деген Мұрат қызы деген эксперт бар. Сол кісіден басында алдымда түк түсінген жоқпын жалпы, сосын оны қойып кеттім. Сосын осы бір последний ай болды, сіз алдымда шығып қала бересіз да, рилста. И ойладым, менде концепция келе жатыр, маған обязательно алу керек 2%-пен, потому что мен бұны қанша күттім деп, менде ешқандай дайындық ештеңке жоқ. Бірінші мақсатым сол концепция бойынша өзімізге үй алу, екінші мақсатым уже осы салада күшті эксперт болу. Тамаша, өте қуаныштымын. Сіз офлайндасыз ба, онлайндасыз ба, Гүлзада? Онлайн. Хорошо, жарайды. Өте жақсы. Саламатсыз, мен таныстырсам бола ма? Давайте, Алия, айтыңыз. Саламатсыз ба? Сәлем. Мен Алия, жасым 38-де, Тараздан, 6 баланың анасымын. Осы курсқа келген бірінші мақсатым өзіме балаларыма үй алу. Алла қаласа, Алматы, Астана қаласы. Үй кезек бойынша қалдық па? Үй кезек бойынша мен 2019-дан бері тұрмын үй кезегінде, бірақ күйеуім военный ғой, сіз айтпақшы, военныйлар қорқақтаймыз ғой. Сіз ба? Ал? Өткендегі зумға кірген Алия сіз ба? Я, аха, алдым ғой курсты. Молодец.
Қуаныштымын. аха Әлия мен Зумрадбарға сол шыққанбыз. иә сол кезде зумға қосылған арқылы мен алдым. Отырып Қуаныштымын, көрсең. Әлия. Соған орай алып енді Нартәуекел деп отырмыз енді Алла қаласа Давайте, үй алу Әлия, мақсатым. мен өзім сізге көмектесемін, именно қалай ету үшін. Өйткені білем сіздің ситуацияңызға байланысты. В принципе, сізде все возможности үй алу. Хорошо? Мен айтқаныңыз келсін. Әмин. Бәрімізге сәттілік. Саламатсыз ба? Мен Қайырлы күн, Диана. Қайырлы кеш, барлықтарыңызға сәлем. Қайырлы білім болсын. Әмин. Мен жасым 22-де Астана қаласынан боламын. Қазір декреттемін. Салонда 3 жылдай жұмыс жасағанмын. Ең бірінші мақсатым өзімізге үй алу. Жас отбасымыз, қазіргі таңда 2 жыл болады отбасы құрғанымызға. Өзім қазір онлайн сабасында НПФ-тен ақша шешумен жұмыс жасаймын, декретте отырып. Осы басты мақсатым. Қыздар байқадыңыздар ма? Бұны не үшін айтқызып жатырмын? Сіздер өздеріңіз осы топтың ішінде қаншама мықты мамандар бар, бір-біріңізге көмек алып, бір-біріңізбен біліммен алмасу үшін. Даму бар, НПФ бар, декрет бар, пенсия бар, жеке кәсіпкерлік бар. Бұл именно дамушы орта деп жаңа Гүлдан айтып өтті ғой, тура сондай ғой. Өйткені бұл жерде менің негізгі позициям всегда берушілер қатарынан болу, алдағы уақытта ол туралы тағы да айтып жатамыз. Именно сіздер байқасаңыздар, бұл ортада өте мықты мамандар да бар да. Мысалы, сіз егерде басқа салада болсаңыз да, сізге көмектесе алатын мамандар өте көп. Рахмет, Диана, негізінде айтқаныңызға. Мен өзім таныстырсам болады ма? Мен таты 1 минут. Айгерім Бектасты естігім кеп тұр, 18 жастағы. Айгерім Бектасты. Давай, Айгерім, видеоңыз қосып қойыңыз. Қазір қосылмайтын едім, бір жерде отырған едім. Кейін қоссам бола ма? Жастардың келген. Менде қазір КИМЭПта оқитын 18 жастағы бір жігіт бар. Алдыңғы потокта оқып жатыр да. Тоже студент бала да. И целенаправленно дұрыс әрекетпен келіп отыр. Давайте, айтыңыз өзіңіз туралы. Мен 18 жастамын, бірінші курсты аяқтадым, Алматы қаласында оқимын. Бұл курсты маған ата-анам алып беріп отыр. Яғни ата-анам осы соңғы 1 жылда осы үй аламыз деп қаражат жинап отыр отбасы банкке. Сол бойынша нақты бірақ қадамдарын білмейміз әлі, қалай аламыз, не істеу керек деген сияқты. Сол үшін сіздің курсыңызды көріп, осы сала бойынша оқуды ұсынды маған. Айгерім ханым, сіз қай жақта боласыз қазір? Шымкент қаласынамын дейді. Қазір Жетісай қаласынан. Хорошо. Именно сізде уже сіз план бойынша схема алып кетуіңіз керек. Сабақтардан мүлдем қалуға болмайды, Айгерім сізге. Өйткені әке-шешемізге қандай возможностьтар бар, қалай үй аламыз, прям схемасыз аяқ жарай ма? Мен өзім таныстырсам болады ма? Давайте. Кім бізде бұл? Мен таныстырсам болады ма? Таныстырыңыз, айтсаңызшы енді. Видеоны қосыңыз. Қайда сіз көрмей тұрмын сізді? Менің есімім Зүлфия болады. Алматы қаласынан, жасым 39. Мен халық банкасынан, мен Алматы қаласынан үй алғым келген болатын. Қалай айтсам болады, халық банкте не бар ғой, отбасы банкте мен ипотекам бар. Халық банкте 2 айда бір не болады ғой, какой-то бір секундта ашылатын. 7-25? Иә, 7-20-25. Сонымен барған едім, маған доходыңыз жетпейді деп 2 рет уже конкурсқа іліне алмадым да. Доходы жету үшін, соны білу үшін, білімді толықтыру үшін мен осы курсты алып отырмын, өзіме үй алу үшін, қалай не сіздердің қараймын, ИП ашсаңыздар, доход жетпесе, сондай ИП ашуға болады деген сондай білімді толықтыру үшін мен осы курсты сатып алып отырмын. Еще сізді Инстаграмда көрдім, прям шынайы үйретеді екенсіз да, былай өтірік емес, андай шын көңіліңізбен прям көрініп тұр да, именно сразу шешім қабылдадым да, осыны сатып аламын деп, именно бірінші осыдан көрейін сатып алып деп, сіздің курсыңызға қатысайын деп, сондай оймен кірген болатын. Бірақ мен ипотека мүлдем немім жоқ менің, курсым дей ма, ондай ешқандай хабарым жоқ. Мен бірінші рет келіп отырмын бұл курсқа, ипотека. Хорошо. Отбасы банктен алынған ипотека кімнің атында? Зүлфия?
Өш қалды. Зульфия, отбасы банкпен алынған ипотека сіздің атыңызда болса, жаңағы сіз айтып отырған 7-20-25-ке қатыса алмаймыз. Оған альтернатива басқа варианттарды іздейтін боламыз. Хорошо? Давайте келесі қыздар. iPhone қолын көтеріп отыр. Кім екен білмеймін. Қызыл кофтада. Мен ба? Я, сіз. Саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Серқазиева Тоғжан. Семей қаласыныкімін. Жасым 29-да. 3 қызым бар. Негізгі мамандығым фельдшер. Жұмыс жасадым, мен қазір декреттен 4 ай болды. Күйеуім военный. Біз Ақтауда болдық, Атырауда болдық. Енді Қарағандыға көшкенімізге 1 апта болды. Семей қаласынан осы недавно, осы жылдың басынан бастап біз уже концепциямен 5 адамға сопровождение жасап үй алып бердік. Семейде концепциямен үй алу өте оңай. Буквально осы 1 апта бұрын менің өзімнің бауырым даже 4-комнатный 114 квадрат Қарғалыдан алды. Сол үшін де Семейде возможность кезек Қарағайлы ма? Алғандарға. Кезекте барсыз ба негізінде, как военнослужащий, как госслужащий ретінде? Қалай сонда болды, түсінбедім. Ешқандай кезекке домға тұрған жоқпыз. Не себепті? Біз қазір Семейде емес, біз Қарағандыдамыз ғой. Қазір Қарағандыдасыздар ма? Біз Ақтауда болдық, Атырауда болдық. Потом Қарағандыға көшіп келгенімізде 1 апта болды. Өзім сияқты екенсің ғой. Көшіп қойып жүрміз. Күйеуім қалай көтеріледі, солай көшіп жүрміз. Хорошо. Онда бірнеше варианттарды қарастыратын боламыз. Қуаныштымын. Жайдар Нұрболатты көріп отырмын. Саламатсыздар ма, қайырлы кеш? Қайырлы кеш. Жайдар ханым, Жайдар есіміңіз, Жайдар, Әдемі есім. Алматы қаласынанмын. Онлайн бухгалтерия бойынша қызмет көрсетемін. Негізі Талдықорғанның қызымын. Осы жақында майдың соңында BI-дан акция болды ғой. Сол кезде өзімізде кеңес алған болатынмын. Соның сәл несінен. Қуаныштымын. 10% салып, уже пәтердің 10% салып алып қойдым былайынша. Қай үйден алдыңыз? Неден? Лайфтан. Әдемі. Лайфты білесіз ба? Қазір 5 миллионға қымбаттады бағасын. Жоқ, білмеймін. Соңғы рет қарағанда бағасында өзгеріс болған жоқ болатын. Қанша миллионға алдыңыз сіз? 40 немен ипотекамен 41 деп бірдеңе шықты. 41-де алдым сондай. Өйткені BI-ды буквально кеше ғана көрдім мен. Мен этаждан алғамын 30 миллионға, бүгінгі баға 35 миллион болып тұр. Жарым айдың ішінде уже баға 5 миллионға қымбаттапты. Иә, құжат беру кезінде кейін қымбаттай береді деп ойлап жатырмын. Бірақ енді ол үйлеріміз кейінірек беріледі ғой. Оған дейін тағы да ремонтпен может тағы да үй алғым келеді. Және де чек көтергім келеді. Сонымен қатар үйсіз жүрген адамдар көп қой қазір, жақын клиенттер базамыз бар ғой, сол кісілердің барына үй алып көмектескім келеді. Қазір немен айналысып жатырмыз дейсіз? Онлайн бухгалтериямен айналысамын. ИП жүргізу анау отчеттармен. Өте күшті. ИП отчетін тапсырып жатқан кезде сізге кеңес беремін, оларға сразу BI-дан без подтверждения дохода үй алуға мүмкіндігіңіз бар деген әрбір адамға не тастаңыз. Өйткені қазір сізге отчетпен қаншама адам келіп жатыр, сіз қаншама адамның доходный частін көріп отырсыз. Сол доходты дәл қазір пайдалану керек. Иә, көп сұрайды менен. Сол бір жағы сол үшін келдім. Күшті. ИП-ымда еще өзімде көп оборот бар, сонда пайдаланғым келеді. ИП-ымда оборот жақсы жүреді. Давайте. Иә. Қорлан ханымды естігім келіп тұр. Ханым, мырза, білмеймін. Сәлематсыздар ма? Мен көрінем ба сіздерге, мен өзімді көрмей отыр. Жоқ, көріп отырған жоқпыз сізді. Так, айып етпесеңіз, видеоның вроде бы қосылған сияқты, мен қай жер настройка видео дегеннің қай жерін басам, или қай жерге көрсетуім керек? Камера тұрады, төмен жағында видео деген камера тұрады, камераны басасыз. Камераны басқан кезде мен камерам ашық тұр ғой. Хорошо. Давайте былай ғой, сізде телефон ба әлде ноутбукта тұрсыз ба, Қорлан ханым? Ноутбук. Ноутбукта сізде камерада, настройкада закрытый болып тұр, доступ беріп тұрған жоқ просто. Ладно, қазір емес, потом кіріп қарап көріңіз. Сізде именно ноутбукта настройка бөлімінде камераға запрет тұр. Понятно. Онда қазір енді өзім немін айтайын. Біріншіден, мен сізді менің сіңілім көргеннен постоянно үйді қарап отырады, недвижимости. Сол сіңілім көрді де сразу маған айтты. Бұл сенің қолыңнан келеді, сенің білетін жаңағы заттарың деп. Содан кейін бар, мен негізі бухгалтермін. Өте қуаныштымын. Мен 30 жыл бухгалтерияда істедім.
кейінгі 15 жыл, 15-18 жыл главный бухгалтер болып істедім. Денсаулығыма байланысты былтырғы 24 жылдың 1 августен бастап жұмыс істемеймін бүгінгі күнде. Мен келгендегі мақсатым біріншіден қосымша табыс табу. Онлайн форматта қосымша табыс табу. Содан кейін жаңағы өзім ойлағам, өзіме коммерческий недвижимость алсам ба деген ойым бар. Содан кейін туғандарыма үй алуға көмектесу. Осындай мақсат. Енді жалпы Қазақстанның халқының енді егерде 70-80% десем мүмкін жаңылмайтын шығармын. Сондай халықтың, үйсіз жүрген халықтың мысалға көбінесе көп нәрсені түсінбейтіндерін білеміз. Енді бухгалтер болғаннан кейін білеміз ғой, қанша түрлі адамдар келеді кетеді, жай ғана бланкінің өзін дұрыс толтырамайтындар да бар. Сондай адамдарға көмегім тисе, сол адамдарға, үйі жоқ адамдарға үй алуға көмектесем деген ниеттемін. Содан кейін менің өзімнің жаңағы келінім Шымкентте тұрады, мен Алматыда тұрамын. Сол келінім өзі де осындай курсты сабақ берем деді. Содан кейін барып мен одан бір 2 сағаттық сабақ алдым да, содан сіңілім айтты, мына Алматыда бар деп. Содан ары ойланып, мен сіздің жаңағы неңізді көрдім, Zoom сабағыңызды общий өтесіз ғой, сонда көрдім де, рекламный. Соны көрдім де, содан кейін сіздің айтқан сөздеріңіз барлығы ұнады. Ең бірінші кезекте маған орта керек болды. Өйткені орта болмаса, онда жалғыз қаласың. Жаңа сіздің айтып отырған сөздердің барлығына келсем, сол ортада әркім тығып бұғып қалмай, нақты шынын әрқайсысын айтса, айтқан адамға жағы бергенге адам бергенге Құдай бере береді деген бар ғой. Сондықтан да мен сіздер бергендердің қатарынанмын дейсіз ғой, мен де сол берушілердің қатарынанмын. Сондықтан сіздің сабағыңызды сол мақсатта алып отырмын. Өте ризамын, Қорлан ханым, рахмет. Сізге көп-көп рахмет, сеніміңізге рахмет. Мен ойлаймын, сізбен біз өте жақсы жұмыс жасай аламыз деген ниеттемін. Негізі Алматы қаласынамын дедіңіз, иә, коммерческий объект бойынша, как раз мен өзім де осы буквально 1 апта болды коммерческий объектілерді интересоваться етіп іздеп жатырмын. Негізі менің сферамда бұл салада жұмыс жасап жүргенмен де, бірақ та мен коммерческий объектпен айналыспайтынмын. Қазір енді сол саланы байқап көріп жатырмын. Негізінде ол жағына да кеңестер бере аламын, если что, сізге. Көп рахмет. Өте керемет, рахмет. Мен мына жерде таныс қыздарды көріп отырмын, жылтың-жылтың етіп күліп отыр. Қалай? Меруерт, сізді танымадым, но сіздің жаныңыздағы қызды таныдым. Қалайсыз? Қалай қалдырғандай? Жақсы. Меруерт, Мартин айтып жатыр да, Алланың құдіреті қандай шексіз деймін да, осыдан неше жыл бұрын, 2 жыл бұрын ба, сен бір сабақ оқытам деген, Маржан қанша табасың күніне деген, сен айына 8 жыл деген, мен саған күніне тауып үйретем дегенде, сол жерде қалып еді. Мен айтамын да, енді Алланың құдіреті шексіз, мені әкемесе де сестрамды сенің алдында мен арқылы алып келіп жатыр да. Уговаривать етіп, оқы деп жатырмыз. Дұрыс, рахмет. Иә, мен баянмен сұрайды. Қанша табасың айына? Мен айтам, айына 8 теңге табам деп, сенің потенциалың одан да зорға, қайдағы 800 теңге, это примерно ровно 1 жыл бұрынғы әңгіме, иә? Хорошо. Меруерт ханым, өзіңіз толық таныстырып өтсеңіз? 2 жыл. 2 жыл бұрынғы. 30 жылдыққа келген кезде, иә? Иә, 2 жыл бұрын. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Барлықтарыңызға сәттілік. Оқу бір жақсылығымен келсін. Мұғаліммін мектепте. Тағы не айта аламын, өзім жайлы. 3 балам бар. Мен сіздің Instagram парақшаңызды көргенмін өткенде. Блог жүргізесіз, кажется, иә? Өте әдемі жүргізесіз. Негізі Меруерт ханым, мен сізге риза болдым информацияны қалай дұрыс жеткізе алғаныңызға. Негізгі солған именно мына саланы қосып алатын болсаңыз, егер де осы саланы ана жақты блог жүргізген сияқты жүргізе алатын болсаңыз, өте мықты результат шығара аласыз. Бұйыртса, Алла қаласа. Иә, берілетін информацияның барлығын ана блогтағы сияқты жүргізсеңіз, вообще күшті болады. Прям четко береді екенсіз информациялардың барлығын, өзім сияқты деп айтайыншы. Прям күшті, анық, нақты, сол сияқты. Негізінде вообще мектепте мұғалімсіз, иә? Мектепте мұғаліммін, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары болып жұмыс жасаймын. Одан кейін блог жүргіземін,
қазіргі таңда бір кішігірім не деуші еді, қадамдар бастап жатырмыз, қадамдар басып жатырмыз. Барлығымыздың мақсатымыз бір, жақсы өмір сүру, ақша табу, сол ғой, өзімізді дамыту. Рахмет. Жаңа бір қырымнан көрсетіп отырмын. Алла қаласа, жәнегі бір сабағыңызға кірген кезде жаңа мен конкуренттерді дайындап жатырмын дейді ғой. Сол сізге конкурент болсам, Вообще дым проблема емес. Конкуренттердің бәрін өзім оқытып, тәрбиелеп, бүкіл фишкамен бөлісетін боламын. Вообще онды. Наоборот, мен сияқты конкуренттер керек өзіме. Рахмет. Келесі бар ма бізде қыздар? Что-то үндемей қалдыңыздар ғой. Мен таныстырып өтейін. Давайте. О, Дана ханым, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Сізді бұрын білмедім. Случайно осы инстаграмнан көріп қалып, Аллан өзі маған сізді жолыма осы кездестірді ма деп ойлаймын. Өйткені мен үлкен арманым Алматыда тұрып жатқан екі балама үй алып берсем деп, өйткені олар квартира жалдап тұрып жатыр. Қызым студент, ұлым енді гүл бизнесінде жүр. Сол өзім ұстазбын. Орыс мектебінде істеймін, бастауыш сынып мұғалімі орыс мектебінде. Енді первоначальный взнос салатын ақшам жоқ. Бірақ енді соны ойланып жүрмін. Өзім биыл ғана бір көзім ашылған сияқты, как будто бір балаларымның ешқашанда өспейтіндей, как-то қалай сөйтіп жүре бергенді даже білмеймін. Вот ойламаптым как-то вот үй жасау деген сияқты. Сондай вот. Просто мен көп жыл созаемщик болдым сіңіліме, сол маған бөгет болып тұрды. Мен тырыстым, бірақ созаемщик болып, только вот мне 2 жыл болды, как мені алып тастағанына созаемщиктан. Сол себеппен мен аламадым, шын айтқанда. Жасыңыз қаншада, Дана ханым? 53-те. 53-те. Официально жұмысыңыздан жалақы түсе ма? Түседі. Қанша түседі айына? 393. Хорошо. Қай қаладан боласыз? Қабанбай ауылы, Алакөл ауданы. Сол жақтансыз ба? Ух ты. Все, хорошо. Так, одан кейін мен анкета жіберем ғой, сол кезде осындай информацияларыңыздың барлығын подробно беріп өтіңіздерші, иә? Мен өзімде всегда кімге не істей аламыз, қалай жасай аламыз, сол туралы ақпараттар беремін де. Жарай ма, Дана ханым? Сіздің Zoom сабағыңыз өте ұнады. Все это было так убедительно, искренне дейді ғой, сондай вот қатты сіздің айтқан сөздеріңіз прям зашло все, прям сізден сразу ойламай сатып алдым курсыңызды. Мен әлі ұрсатын кезімде болады, айып етпеңіз, но бірақ та мен байқадым. Мен оны байқадым. Рахмет, аға. Аха, хорошо. Давайте келесі. Бізде әлі шықпағандар. Мен байқап отырсам, бізде Динара Нұрғазы, Парасат ханым, тағы да бір айфон боп бір әпкеміз отыр. Айфон боп шығыңызшы. Міне, мен сіздің даусыңызды қосыңызшы деп сізге запрос бердім. Айфон болып бір әпкеміз отыр. Көк көйлекпен. Давайте, шығыңыз. Кім болады есіміңіз? Естілі ма? Әдемі естіліп тұр. Аха, саламатсыздар ма? Қайырлы күн, біліміміз қайырлы болсын. Әмин. Сіздің күлкіңіз қандай әдемі деп енді қызым айтып отырды. Толқып отырмын. Жастарда көп екен, жастардан көп үйренеміз. Бүйтіп ойлап қарасам, менің әлі үй алған жоқпыз біз. Естіле ме айтып жатқаным? Естіліп тұр бәрі. Есіміңіз кім өзі? Менің Жанар, жасым 52-де, Астанадамын, 3 балам бар. Балам үлкені мектеп бітіріп жатыр биыл. Үйге қанша әрекет жасадық, көмектесеміз дегендер де болды. Оларға да біраз ақшасын берді, бердік, оны қайтарамай қалдық. Одан қайтан жинадық, ұғы-жұғымен сөйтіп уақыттар өтіп кетіпті. Әлі квартирада тұрамыз. Бірінші айлығыммен кішкентай болды, ой кішкентай ғой деп жүрдік күн көріске. Одан кішкене көбейгеннен кейін, ал енді жұмыс кішкене көтерілді ғой деген кезде. Тамақ көтерілді, квартира көтерілді, сонымен әйтеуір не артымыз білмейміз, сон үйге еш несіміз болмады, әрекетіміз. Сәл жиналып қалса, аяқ асты. Айбетпеңіз бөліп жердім. Сабаққа қалай келдіңіз вообще? Мен сабағыма қалай жазылдыңыз? Жанхан. Мен осы 2 жыл болды үйге кәдімгідей кірісіп жүрмін.
еш болмайды. Оңайға да бардым, отбасына да бардым, сенікі пенсияң кішкентай деді, үстіне 3 миллион қос дейді, біреу менде әкімшілікті танысым бар, күт деді, оны күтіп жатырмын, еш болмады. Ту жолым болмай жүрді ғой деп жүргенмін. Осы ораза айында ораза тұтып Алладан сұрадым. Мен әйтеуір жолыма адам кездестірші, бір жолды көрсететін, үйге жолым болсын, нәсіп болсын деп. Соған негізінде біраз қыздарды орысшасы бар ғой, соған қарап жүргем. Кірдім де соған, бірақ орысша болғасын 3 күн қатысып, қайтан шығып кеттім. Жұмыс уақытымен кешке болды, сіз айтқандай, кешке біз жұмыстамыз, 12:30-да 2-де келеміз үйде, сонымен ол кеш болады да қаралмай қалып жүрді. Сонымен біраз уақыт өтті де, қолым сынып, үйде отырдым 2 ай больничныйда. Өмір Инстаграм қарамайтын, Инстаграм ашып, ТикТокты соткіге қызым қосып бергесін қарай жүрдім. Осы кеше ғана сізді көрдім де, сразу неге ссылка жіберіп, мына сақтап қойдым, сабаққа кіріңіз деген жерде бас әтеуір тауып алдым, соткында шоқы білмеймін. Сөйтіп кеше сабаққа кіріп кеттім де, қатысам дедім ғой. Баста кредитім осы жүрегім бір сезім берді, осы деп. Жабысында қалдым ғой, өзі қазақша, өзі сұлу, осы керек маған деп. Мен мақсатыма себепші осы қыз деп. Хорошо, Жанат ханым, сіздің жаныңызда сізге көмектесе алатын қандай адам бар? Қызыңыз, ұлыңыз, кейбір информациялар беріп отырсақ. Қызым 12 жаста, сол ғана бере алады. Басқа? Басқа. Басқасы кеш уақытта, тренировкаға кетіп қалады ұлдарым. Хорошо. Жанат ханым, мен именно сіз Астана қаласынан дедіңіз, жұмыс жасағым келеді. Хорошо. Жанат ханым, мен прям сізді бар ғой, ерекше Гули Астана қаласында куратор қазір отыр ғой деймін, зумда отыру керек. Соған ерекше сізді табыстап қоямын. Вот именно сіз жұмыс жасауыңыз керек. Прям басым дейім, осылай маған келіп, осылай сеніп, прям кеше ғана шешім қабылдап келе салдым деп ниет отырған ниетіңізден айналайын. Көп рахмет. И сізге по возможности қалай алуға болады, нақты по факту, нақты келмей тұрса қанша ай дайындаламыз, қанша қаражат салу қажет болады. Может, жақындарыңыздан көмек сұрайтын кезіңіз болуы да мүмкін. Может, бит алғашқы жарнаға жетпей жатса, но возможностьтарын қарастырып реттейтін боламыз. Хорошо? Так, телефон номеріңіздің барлығын қалдырамыз. Жансәуледе бар. Жансәуле деген кім? Жансая деңіз. Жансая. Хорошо. Жарайды, рахмет. Потом телефон шыққан кезде iPhone деген атты өзгертіп қойыңыз, жарай ма? iPhone деген атты өзгертіп қойыңыз келесі жолы. Өзгертем. Мақұл. Қызым қосып. Рахмет. Маржан ханым, мен таныстырып өтейінші. Давайте таныстырыңызшы, Назым ханым, Смагулова Назым. Менің девичий фамилиям Смагуловамын ғой мен. Күйеуім фамилиясы ғой Жұмашев. Саламатсыздар ма, кек шарт. Маржан ханым, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын. Мен Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Ақбақай деген ауылдан мектепте математика пәнінің мұғалімімін. Өте қуаныштымын. Неге еңбек демалысына шыққан соң осы Алматыға неге келгем. Негізгі мақсатым үй алу биыл жазда. Осындай мақсатқа келген болатын. Сонымен Инстаграмда үйді қарап отырып рилстан сіз шықтыңыз. Осы 2-3 күн көрдім да, сонымен сіз сабаққа қатыс дегеннен кейін сол сабаққа қатысып, сізге деген сенім білмеймін, тек қатты сендім. Сонымен бірден сабағын сатып алдым бірінші күн ақ. Қыздар, ханымдар, айбетпеңіздер, мынандай бір нәрсе айта кетейінші, мені қатты ниетпеңіздерші, андай Маржанның көмегі, Маржан деп, оны просто бір алла ғой. Мен просто себепшім, мен жолдарын көрсетем, ары қарай жасайтын өздеріңіздер, Именно маған Маржан бүйтіп жатыр, Маржан көмектесіп жатыр деген нәрсені кішкене бүйтіп алып тастайық, жарай ма? Басынан бастап сөйтейікші, жарай ма? И жауапкершілікті маған бүйтіп қатты іліп қоймаңыздаршы, өйткені ол өте ауыр болады. Мен сізге, Назым ханым, нақты жолдарын көрсетемін. По возможности қалай істейміз, қандай үй алуға болады, сізге не істейміз, сізге қайсы көмектесе аламыз, соның барлығын көрсетемін. Ары қарай өзіміз жасайтын боламыз, жарай ма? Менде уже ойым өзгерді, енді ипотека саласының эксперті болғым келеді. Мен де. Мен де. Алып қоймай, эксперт болғым келеді. Хорошо, өте қуаныштым. Адамдар бар. Амансыз боламыз. Давайте. Кім бұл бізде? Болама деп сұраған кім? Давайте. Айдана Иманберді қызы, ЦДНПП деген не нәрсе ол?
Айдана? жұмыс істейтін организациямның аты ғой, осы жұмыс барысында осылай аты сақталған, солай кіріп қосылып тұрмын. Все хорошо. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Мен балалар ауруханасында Алматы қаласында жұмыс жасаймын. Негізі мен өзім осы онлайн қызметтерді айналамдағы адамдардың барлығына тегін көрсетемін. Жақын арада 7-20-25 пен өзімнің құда балама осы Алматы қаласынан үй алуға көмектестім. Тоже туысқандарға тегін көмектесеміз ғой, бірақ ол өзімнің жаңағы қызметтеріме ақша сұрауға өзіме сенімділігім жоқ, өйткені толыққанды білімім болмағандықтан. 7-20-25-ті білемін, өзім 7-20-25 пен үй алғандықтан тек қана сол программаны білемін үй алу бойынша. Сол үшін өзім айналамдағы таныстарыма ақылы көмектесу арқылы өзімнің қаржылық жағдайымды дұрыстау. Хорошо, өте қуаныштымын. Одан кейін мынандай нәрсені бір ескерте кеткім келеді, қыздар. Қараңыздар, тегін қызмет көрсету дегеннің өзі де өте жақсы да. Слишком оны қатты бүйтіп құнсыздандырып жіберуге болмайды. Мен өзім бастаған кезде чисто, мен айтпаймын, қазір барлығыңыз тегін қызмет көрсетіңіздер деп айтпаймын. Но бірақ та өзімнің жүрген жолымды айтып өтейін. Мен басында бұл саланы нақты меңгеріп кету үшін тегін қызметтер жасадым. Тегін консультациялар бердім, уже адамдарға көмектесе бастадым. Одан әрбір программа бойынша бір адамды тегін алып шығып жүрдім. Маған практикада өзім көруім керек болды, просто қалай жұмыс жасалынатынын. Пока өз көзімен көрмей тағы да істеген сенбейсің ғой, енді біліп алдық, оқып алдық, но бірақ та көру үшін тегін жасап жүрдім де. Но білесіз бе, әрбір тегін қызмет жасағанның артында 10 адам ақылы түрде келді де. Сіз бір адамға максимально көмектесіңізші, ол сізді бүкіл жерде рекламировать ететін болады. Бүкіл жерде. И одан сізге қаншама адам келетін болады. Сосын андай нәрсені, мынандайды алып тастайық басынан бастап, ризық адамнан емес, ризық Алладан. Сіз қазір қаншалықты адамға еткенмен де оны беретін бір Құдай бар. Ол кеуде де емес, адамда да емес, ол басқа жақтан ризық болып сізге келе береді. Так, мен естігім келеді Динара Нұрғазы ханымды. Қайырлы кеш, Динара. Қайырлы кеш, Марзан. Мен атым Динара емес, менің атым Динара. Мен ноутбуктан кіріп отырғандықтан, қызымның несі зумы болғандықтан, қызым аты шығып тұр, ауыстырамай қойдым бағандан. Телефонымнан дауыс шықпайды екен. Хорошо, Венера ханым. Мен Алматы қаласынанмын. Өзіңді осы вебинарды, автовебинарды бәрін көріп отырдым, неше күн қатарынан. Маған бір убедиться етуім керек болды да, өйткені көп қателіктер жасадық кезінде, осы ипотека саласында да консультация алуға да бардым, сондықтан дұрыс бір керек болды да, өзіңді тыңдан осы танығаннан, осы вебинар қалай басталды, содан бері қарап жаңадан танысып жатырмын. Өзіңнің семейлік өңірінен болғаннан айтып жатырмын, мен сестренкам екен деп. Мен де Семей өңірі Қарақолда дүниеге келгенмін, Аягөзде 10 жылдықты бітіргенмін. Қазір Алматы қаласында тұрып жатырмыз квартирада. Енді сол менің мақсатым квартира алу обязательно, содан кейін жаңағы эксперт болып, осы жерден ақша тапқым келеді. Осындай мақсатпен келдім. Қуаныштымын. Динара ханым, мен Қарақолдың қызымын ғой. Мен де сол Қарақолда дүниеге келіп, 1-ші класты бітіріп, Аягөзге көшіп кеткен ғой, әке-шешем. Аягөзде 10 жылдықты бітірдім содан кейін. Туғандарым барлығы Аягөз бен Семейде тұрады да. Қуаныштымын. Иә, жерлеспіз екен. Мәншүк ханым. Рахмет. Мәншүк ханым. Микрофоныңыз қосыңыз. Естілді енді. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Менің есімім Мәншүк Онлабаева. Жамбыл облысы Шу ауданынан боламын. Өте қуаныштымын. 49-да. Ипотека саласына сізді көріп жүргеніме біраз болды. Өзімнің балаларым, студент балам бар, үлкен балаларым бар, соларға үй алу мақсатында негізі сол себеппен келгем. Ары қарай игеріп жақсы үйреніп жатсам, эксперт болуға да шамам жетеді. Өзім бухгалтермын, бас бухгалтер болып істеймін оңалту орталығында. Қуаныштымын. Мәншүк ханым, сіз жұмыс орындағы адамдардың барлығын ертең жинаңыз да, сабақ уақытындашы,
кімге не ұяласыз, соның барлығын түсіндіріп айтып беріңіз, иә. Өйткені сіздерде мен бухгалтерларға обязательно сондай кеңес беремін де, өйткені білесіздер ғой, қызметте қандай адамдар бар, жағдайлары қандай, жалақысы қандай, сол жалақыларын дұрыс пайдаланып, хотя бы кредиттар көп болса да кредитін жауып, осындай мүмкіндіктер бар деген мысалы айтсаңыздың өзі соның өзі адамға үлкен көмек қой. Иә. Алдымен сол өзім үйреніп алсам, одан кейін әрине айтам ғой жан-жағымдағы Одан коллегаларға. кейін мына сабақ барысында, если что, мен мына адамға көмектесіп жатыр едім, оның мынандай жағдайы болып жатыр десеңіз, біз сіздерге көмектесеміз, кураторлар көмектеседі именно жаныңыздағы адамдарға қалай возможностьтар бар екеніне. Хорошо? Так, Парасат ханым. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш, Парасат ханым. Күтіп отырмын манадан бері кезегімді. Қайырлы кеш бәріңізге де. Ал қайырлы білім болсын бәріңізге. Енді манадан бері тыңдап отырмын. Ең жасы үлкені мен сияқтымын мына жерде. Қаншада жасым 57-те. Менде 59 ер азаматтар оқыды. Иә, сол қорқа алдым бұл курсты. Көбірек ойландым. Бірнеше ай болды сізді қарап жүргеніме. Енді жасымыз келіп қалғасын, кішкене біздің басымыз ала ма, алмай ма, сол жағын ойлап, бірақ та тәуекел деп алдым. Енді білмейтін жағымызды балаларымыздан мынау ноутбук дегендерді де көп білмейміз. Мұғаліммін негізі. Дегенмен мынау қазіргі мына технологияларды көп біліңкіремейміз ғой. Жаңағы жасы үлкендер айтып жатыр ғой. Балалар көмектесер деп бірдеңе етіп алдым. Екі балам бар. Жолдасым бар. Бұрын өзіміздің басымызда үй болғасын жүре беріппіз. Балаларға үй керек екенін ойламаппыз. Балалар үйленгеннен кейін барып ойланып жатырмыз. Сол бір үй керек болып тұр. Негізгі мақсатым үй алу келген мақсатым. Енді мен эксперт болып жасай аламын деп ойламаймын, потому что бухгалтерлер жасап кетер деп ойлаймын бұл нені, жаңа саланы. Біздер мұғалімдер кішкене басқа сала болғандықтан мен игеріп кете аламын деп білмеймін, өзім қорқып отырмын. Бірақ та сол үй алатындай білім алсам деген ойым бар. Парасат ханым, сізде совершеннолетний балаларыңыз бар ма, өзіңізбен бірге тұратын? Бар. Өзі екі бала, біреуі бөлек тұрады, біреуі қасымда. Хорошо. Zoom сабақтарыңызға сол балаңызбен бірге қатысып отырсаңыздар, особенно алдағы уақыттарда мен қалай мынандай бір отдельно бөлек зумдар өткіземін де, кім үй алу керек деген, иә. Сол кезде балаңызбен бірге отырып қатыссаңыз, мен ондай қарсы емеспін. Мысалы, кейбір қыздар егерде жолдасымызбен бірге қатысақ десеңіздер, пожалуйста, қатыссаңыздар болады. Зато бір-біріңізге уже көмектесіп, анализ жасап, сізге білмеген жерлеріңізге балаңыз көмектесіп жібере алатындай. Мен направление беремін, ары қарай қалай оны жасау бойынша да. Хорошо? Сосын бір кішкентай ғана сұрағым бар еді. Бір июльдің ортасына қарай Алматы жаққа қарай бір санаторияға кеткелі немізді бірнеше ай бұрын алып қойғанбыз путевкамызды. Сол санаторийдің кезінде біз таңертең кіре аламыз ба екен деп уайымдап отырмын. Парасат ханым, жетіге барамыз. Уақыттар сразу сақталып, неге салынып отырады, кешкі уақыттарда қарап шықсаңыз болады, мүмкіндігіңіз бар. Рахмет. Немесе жаңағы балаңызбен бірге отыратын болсаңыз, балаңызға доступ беруге мүмкіндік бар. Мысалы, ол сіздің логин пароліңізбен өзі кіріп қарауына болады. Рұқсат. Рахмет. Саламатсыз ба, бола ма танысуға? Давайте, бір-екі адам айтсын, сосын уақытты аяқтайық, уже уақыт келіп жатыр екен. Қайырлы күн, қайырлы кеш. Сандуғаш ханым. Дауысыңыз өшіп тұр, Сандуғаш. Естіліп тұр ма? Естілді, әдемі. Қайырлы кеш. Есімім Сандуғаш, 37 жастамын, көп балалы анамын. Былтырдан бері неге тұрдым, очередьқа. Жаңа концепцияны күтіп жүрмін, сол 2 жыл болды, осы программаны күтіп жүргеніме. Сіздің рилстарыңыз жаңа Инстаграмда. Өзі адам не іздейді, сол кезде сондай моменттерде сондай рилстар шығады екен ше, Алладан не сұрайсыз? Сондай рилстар шыға береді. Сосын көп та бұндай рилстар, бірақ именно сіздікі маған өтті да. Нақты түсіндіресіз, ұрсып та айтасыз, күліп те айтасыз, жылатып та айтасыз, күлдіріп те айтасыз. Прям досконально. До конца кірмей жүргенше осы бесплатный нелердің өзінен ақ үйреніп алуға болады ше, сіздің әр сабағыңызда. Маған қатты ұнаған сол сіздің тіл байлығыңыз, жеткізуіңіз, әр адамға жаңа қалай досконально миға құясыз да, сол ұнады.
Енді сол үшін мен осы бір апта болып именно бухгалтер мамандығына жұмысқа орналастым да, специально декретте отырғаннан кейін мына бухгалтерияны бұрын жұмыс істеген, бірақ 10 жыл декретте болғаннан кейін как-то ұмытып қалдым бәрін. Қайтадан осы ипотека саласына кіру үшін бухгалтерияға жұмысқа кірдім. Менде білесіз бе, мынандай нәрселер болды да. Мен кейбір оқушыларыма, который декретте отырмын, мектепте мұғалім едім дейтін әдемдерге, мен даже айтам мектепке қайтадан жұмысқа бар деп. Доход на 0,5 ставки. Мысалы, былай, кім декретте отыр, ойланып жүр, әлі жұмысқа шығайын, шықпайын деген. Мен айтамын, сіздерге кеңес беремін, 0,5 ставкаға болсын жұмысқа барыңыздар. Өйткені көбінесе біз әйел азаматтар қандаймыз, үйде отырған кезде, үйде отырғанда сені жұмысын шыға береді. То кір жуып кетесің, то тамақ жасап кетесің, то бір нәрсе, даже сабақты ашып қарамайтын кездер болады да. Сол үшін де жұмысқа барып, хоть 0,5 ставкада болса да, сол жерде жұмысыңды жасап ал да, қалған уақытта мектепте, кабинетте жалғыз өзің қалып, тыныш жерде отырып, бүкіл видеоларды көріп, сол арада практиковать етіп, мектептегі мұғалімдерге практиковать ет деп айтамын. Тура сол сияқты. Егер де мен ойланып жүрмін, әлі шығайын, шықпайын десе, нар тәуекелдеріңізде шығып кетіңіз. Зато сізде үйден шығасыз. Можете сабақ оқитын кезде, кімдер үйде бала-шағамен сабақ оқи алмаймын дейді, таңертең 8-де тұрып үйден шығып кетіңіздер. Любой кафейняға барып, наушникпен отыруыңызға болады, коворкингқа барып, 2 сағатқа жалдауға болады 2000 теңгеден мысалшы. Бір жерге барып, наушникпен отырып сабақ қарауға болады, мүмкіндіктеріңіз бар. Зато миыңыз ана үйдегі неден аппликация етесіздер де. Сондай. Иә, дұрыс айтасыз. Осы ипотека саласында меңгергім келеді. Во-первых, во-вторых, тоже өзіме алғым келеді, ең бастысы. Және туысқандарымыз бар ғой, роднойларымыз. Әпке-сіңлі, братишка деген сияқты. Бәріне көмектескім келеді. Сол сіздер сияқты мен де берушілер қатарынан болғым келеді, Алла қаласа. Өйткені чем больше даешь, тем больше получаешь деген не бар ғой, қағида. Иә, өзім жақсылық жасағанды ұнатамын, бірақ сол қолымнан келсе екен деп, өзімнен артылып тұрса екен, көмектесейін екен. Хорошо, ниет туралы сабағымызды ертең өтеміз. Иә. Ондай сабақ бар, специально сіздерге арналған. Так, Берік қолын көтеріп отыр екен. Берік деген мырза ма, ханым ба, білмедім, айып етпеңіз, кешірім сұраймын. Сіз қосылсаңыз болады. Берік деген мырза екен. Саламатсыздар ма, естіліп тұр ма дос? Өте әдемі естіліп тұр. Қайырлы кеш, Берік мырза, қалыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Менің атым Берік, жасым 41-де. Курсқа келудегі мақсатым үй алудың жолдарын, басқа жолдарын білсем деймін. Алдында бірнеше пәтерлерім болған, бірақ ешқандай бағдарламамен, ипотекамен алып көрген жоқпын. Соны жақында білсем деп жатырмын. Басқа қазір атымда үй жоқ. Сосын маған қызықтыратыны менде ресми доход жоқ. Қазір уақытша шетелде жұмыс істеп жатырмын, сондықтан сол жағынан пенсионка жоқ, ресми доход жоқ Қазақстанда. Соны қандай варианттар бар, сол маған қызықтырады. Ең бастысы, сосын әрі қарай егер шынымен ақпарат жақсы болып жатса, мүмкін айналысуға да болатын шығар удаленно деген ой келіп жатыр. Хорошо. Берік мырза, вообще негізінде сіз банковский карталармен пайдаланасыз ба? Каспи карта бар, пайдаланамын. Халықбанк бар, бірақ оны онша пайдалана бермеймін. Хорошо. Каспи картаңызда в основном шетелде жүргеннен кейін покупка бөлімімен жасайсыз ба төлемдерді? Каспи картаны шетелде пайдаланбаймын, бірақ оған мен ақша салып, Қазақстанда жұмсап тұрамын. Ақшаға перевод жасап тұрамын, жұрттарға беріп тұрамын деген сияқты. Вообще негізінде Каспидағы выпискаңызда қанша миллион оборот бар 6 айлықта? Қазір көрейін ба? Давайте көрейік, бірге көре салайық. Қай жақтасыз, қай шетелдесіз? Америкада. Қандай қызметтер жасайсыз о жақта? Кішігірім бір шағын кәсіп сияқты ғой. Келіп кетіп жүрмін, екі ортада жүрмін, былай-былай. Постоянно емеспін бұл жақта. Арасында былай-былай. Екі жақта жүрмін.
бұл сабақтардан именно сізге қатысты емес, басқаларға қатысты, сіз пока выпискаңызды көре беріңіз. Бұл сабақтардан сіздер бірнеше бағдарламаларды ала аласыздар. Жаңағы мемлекеттік, әркім өзіне байланысты бір программаны ұстайды бәрібір де. Мемлекеттік бағдарламамен ала ма, әлде отбасы банкпен ала ма, әлде екінші деңгейлігімен алу керек пе екен, мүмкін BI-ді алу керек пе екен. И сол кезде уже білесіздер, өзіңізге жақыны қайсы. Барлық 1045 бағдарламамен білмей-ақ, чисто біреуін ғана, бір направлениені ғана жүріп соны жасауға болады. Мысалы, бізде қазіргі таңда оқушылар бар, только BI-ді ғана сатады, BI-мен ғана жұмыс жасайды, BI үшін вознаграждение алып, только сонымен ғана жұмыс жасап отырған қыздар өте көп. Сол үшін де барлығын біліп алайын, ол тоже бір нәрседен, но бір моментпен, бір саламен жұмыс жасауым дегеніңізге де болады. Мысалы, мен Берік мырзаға мен спокойно BI-мен жұмыс жасауға кеңес беретін едім, өйткені BI-дің үйлері, мысалы, Майамида да бар, Дубайда да бар, олардың өзінде жұмыс жасайтын болсаңыз, ол жақта беретін вознаграждениелер өте жақсы. И тіпті Қазақстандағы әрбір үй сатылған кезде соларға, мысалы, ойлаймын, сіздің жаныңызда кәсіпкер жолдастарыңыз бар болатын болса, мысалы, білмейді қазіргі қандай скидкалар болып жатқан, соларды ұсыну арқылы, хотя бы жол көрсету арқылы, сіз соларға үйді тауып бергеніңіз үшін де қосымша BI компаниясынан төлемдер алып отыруыңызға мүмкіндігіңіз бар. Жақсы, түсінікті. Иә, оларға да қысты. Бұны істеп көрмеймін, енді хеліне көретін, дұрыс қарабатын ба, операция деген сол ғой, выписка операция. 6 айға 1.135.229 теңге алып дейін дейді. Өте аз екен онда. Аз ба? Басқа альтернативный варианттарын қарастырып көруге болады. Сізден басқа адамның бар ма мүмкіндік солардың атына етуге? Жоқ. Хорошо. Тағы да онда көреміз, қандай возможностьтарды қарастыруға болады екенін. Все, онда біз вообще бүгін барлығымызбен негізгі бұл сабағымыз, кіріспе сабағымыз, танысу сабақтары болды. Сіздерге доступ ашылды. Уже біршама қыздар активно уже чатта жұмыс жасап жатыр, сұрақтарын қойып жатыр. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Ал кім әлі тіркелмеді, бүгін платформаға доступ алған азаматтар да бар. Бүгін ғана қосылып, платформадағы сабақтарды қарап шыға беріңіздер. Сіздермен алдағы уақытта толық открытто келесі сабақ бізде қателеспесем 8 ме, 9 ме? 7-8. Сол күні уже біз таңертең сағат 9-дан бастап официально сабақтарымызға кірісетін боламыз. Қазір сіздер уже бизнес пакетте алған студенттер бар осы жерде. Барлық сабақтарды толығымен ашып, бір қабат қарап шығып, полностью сұрақтарыңыз болса жазып өтіңіздер. Сіздер де Алматы қаласында, бұл жерде просто офлайн оқитын обучениедағы қыздар да отыр да, қыздар жігіттерде. Алдын ала сабаққа материалдар дайындап келсеңіздер деймін. Ал онлайн обучениедағы сіздермен біз келесі аптада среда күні таңертең сағат 9-да кездесетін боламыз. Оған дейін сіздерде ертең тағы бір Zoom сабақ болады. Сіздерге арасында қосымша Zoom сабақтар қойып отыратын боламыз. Но менімен тікелей сабақтар таңертең сағат 9-да аптасында, среда күні таңертең өткізіп жүретін болам. Қосымша сіздерде кураторлар, басқа мамандар сабақ өткізеді. Сұрақтарыңыздың барлығын чатта, текстті форматта жазсаңыздар деймін. И байқап отырсаңыздар, бір сұраққа келесі адам тура сондай сұрақпен қойып өтеді. Может быть, өзіңіз қоймасаңыз да басқа адамға уже сол сұрақтарға жауаптар беріліп өтеді. В основном негізінде сол көбінесе қайталанатын сұрақтар. Именно сабақ барысына байланысты сұрақ бар ма қазір? Жоқ болса, мен бұл зумды аяқтаймын. Қазір барлығымыз инстаграмға прямой эфирға кіреміз. Дәл қазір біз инстаграм парақшасында жаңағы лототрон ойнататын боламыз. Жаңағы сіздердің арасындағы бір адамға. И сразу барлығыңыз телефонда отырыңыздар. Моментально видео звонокпен шығатын болам. Тиктокта тоже қосамыз да? Тиктокта да тоже қосылады, инстаграмда да тоже қосылады. Кім инстаграмда жоқпын десе, ничего страшного, тиктокқа кіріңіз. И Дубайға саяхатты тоже өтетін боламыз. Хорошо? Барлығын өте қуаныштымын. Сіздерге анкета жіберілетін болады. Анкетаны толық толтырып шықсаңыздар, сол жерде бір-бірімізбен тағы бір мәрте танысып өтеміз. И менде сіздер туралы толық ақпараттар болатын болады. Баршаңызға сәттілік. Алдағы сабақтарда жүздескенше. Сұрақтарымызды чатқа қоя аламыз. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге де. Танысқаныма қуаныштымын. Сау болыңыздар. Сіздердің арасында өтеді дейді. Дәл осы
поток студенттердің арасында өтеді. 8-ші поток. Қай пакетті алсаңыз да маңызды емес, барлығыңыз қатыса аласыздар. Все, давайте. Жақсы. Қалай қатысамыз, қалай тиктокты қосамыз? Прямой эфирді қосамыз. Прямой эфирді. Білеміз ба? Қай жерден? Қазір инстаграмға кіреміз, мен қосам, сол кезде көресіздер. Тикток болсын, инстаграм болсын. Менің парақшама кірсеңіздер болды. Парақшаға кірсін. Қалай мен табам? Қай жерден табуға болады? Маржан Қанатқызы деп іздеп табамыз. Тиктокта ма? Тиктокта да, инстаграмда да бар. Кеше болып еді ғой, қазір. Қазір мен чатқа ссылкасын қалдырып өтем, хорошо? Ссылка жіберіңізші, WhatsApp. Қайда кіретінді айтып жіберіңізші тағы да. Түсінбей қалдық. Қайда кіреміз айтып жіберіңізші. Сіздерге чатқа ссылка берілетін болады. И инстаграмға, и тиктокқа. Сол жерге кірген кезде, мен прямой эфирді басқан кезде сіздерге айтады, Маржан Қанатқызы прямой эфирді қосты дейді. Соған кіремізде қарап отырсаңыздар болады. Вот. Хорошо, давайте жібереміз чатқа. Жақсы. Сәттілік баршамызға. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Көріскенше.